Құрметті амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 17 ақпан 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Біз әңгімемізді сол бір туындының мағынасын, әр уақыт талап екенін айтып, әңгімелеп жатырмыз. Сол бір тудың мән мағынасын ашып, бүгінімізбен, болашағымызбен өткеніміздің бәрін байланыстырып, сол бейнелеу өнерінің тіліндегі әңгімені адамдық тілде, қазақ тілінде түсіндіріп отырған жайымыз бар. Яғни, соған да байланысты біз бүгіндегі көкейкесті қазақ мәдениетінің, қазақ дүниетанымының сенім жүйесіндегі ең маңызды құндылық әр уақытта, яғни мәңгілік болу мәселесін қозғап отырмыз. Мәңгілік болу деген аса дұрыс келмес, әр уақыт болу, яғни кемел адам болу мәселесін. Ол қалай болу керек дегенде, сол әңгімемізді айтып, ол баста бірсыпыра негізі тұжырымдамаларымызды білдірдік. Түсінетін адамға жол таңдау мүмкіндігі бар. Яғни ол екі жол. Біріншісі тіпті үш жол. Біріншісі адам ақылдылық жол, яғни арылық жол. Екінші пенделік және қотабандық жол, яғни арсыздардың жолы. Қай үлгіні үлгі тұтасыздар, сіздердің рухани болмыстық қалыптарыңызға байланысты бүгінгі күнге дейін жинаған. Естеріңізде болсын. Яғни сол үлгіде бүгінгі қоғамымызда болып отқан өткен жылғы еліміздегі қаңтар 40-нан кейінгі дүрбелеңге байланысты сөзімізді жалғастырып кетпекпіз. Ол жалғастыру әрекеті осы өзіміз ұстанып отырған, айтып отырған рухани бағытқа байланысты деп түсінерсіздер. Бейнелеу өнерінің мән мағынасы деп ұғасыздар. Сонымен біз біраз уақыт болды қаңтар дүрбелең өткені. Ешқандай қорытынды бір жылымық жақсылық көре алмадық. Бәрі өтірік ақпараттар. Билік өзінің қотабандық ойын әлі жалғастыруда деп ойлаймыз. Олай болмаған күнде
олар өздерінің кемістіктерін, өздерінің кінәларын сезініп, барлық мәселені өз қызметкерлерінен, өз қызметінен көру керек еді. Өздерін жазалау керек еді. Өкінішке орай, ақпарат ондай жоқ. Тіпті жақында прокурордың сөз бойынша сол қару-жарақтың жартысы ғана табылды, жартысы әлі ізденіп жатыр деп зерттеу жұмысын жүргізіп жатқандай, бір адал еңбек жасап жатқандай, заңды істеп жатқандай кейіп танытып, көпшілік алдында ақпарат бергенін білесіздер. Сол 2000 адамды қайдан табарын білмей, яғни қоғамдық пікірлерін айтып жатқандары негізі сыни айтып жатқан пікірлер өте дұрыс. Соны қабылдамай, бір өздерінің тоңмайындық менменшіл үлгілерімен заң сақтап отырғандай, мемлекет сақтап отырғандай көрініп жүр. Оны ел жұрттың бәрі көріп отыр. Бұл жерде ешқандай мемлекетке ешқандай қауіп төнбегенін бәрі біледі. Бәрі өздерінің құлтабандық әрекеттерін жасыру мақсатында болып отқаны анық. Соған байланысты Тоқаевқа біздің айтатынымыз: сіз өзіңіздің дұрыс жасамай жатқан әрекеттеріңіздің бәрін сезініп, қолыңызды көтеріп, Ресейдегі отбасыңызға барып қосылып, сол жақта өмір сүргеніңіз жөн деп ойлаймыз. Өйткені сізді ақтаушылар, жақтаушылар, адасушылар деп айтамыз ба, алданушылар деп айтамыз ба, керемет тәжірибелі, мәмлегер, елші деп қоймайды. Тәжірибелі адам бұлай істемейтін сәл ұқсақ. Сіз әрине сондай лауазымға жету үшін психологияны жақсы білуіңіз керек, білдіңіз. Көркем әдебиет оқыдыңыз, сізді оқымады деп айтпайды, бірағында сондағы талап үлгілер, мұң-мұқтаж адамдардың психологиясы, тіпті жақтырмай жалт етіп қарағанның өзі көңілге қандай кірбің ұялататын бәрін сіз жақсы түсінуіңіз керек. Бірағында ол түсініктің бәрі, сезімнің бәрі қатып қалған сияқты. Сіз қазір поэзия, көркем әдебиет, көркем өнер туындысын, музыка, сурет өнерін тіпті қарамайтын сияқтысыз. Өйткені жүрегіңіз қарайып кеткен, елдің мұң-мұқтажын, өзін айтқан сынды сезімталдық әрекеттерін айырылғансыз. Саясаткер деп ойлайсыз, саясаткер деген қатал болу жоқ. Саясаткердің нағыз жүрегі елжіреп тұрып, халқым деп ойлап тұру керек еді. Сізде ондай сезім болмады. Тіпті іс-әрекеттеріңізде өзі біраз бізге күдік оятып отыр. Отбасыңыз Ресейде, өзіңіз осында қанша жыл болды? Шетте де солай жүрдіңіз. Ол жақ қалып барған шығарсыз, біранда біз білмейміз. Сіз бір вақтылық жұмысқа келген сияқты болып отырсыз бізге. Қазақстан жеріне вақтылық жұмысты атқарып, өз семьяңызға бір 4 жыл ма, тағы өзіңіз айтқан тағы 2 уақыт мерзімде ақтап қайтпақсыздар. Өйткені отбасыңыз, жеріңіздің бәрі Ресейде. Ақпарат солай жетіп жатыр. Бізді ол үшін сөге жамандамаңыз. Сөге кінәламаңыз дегенді осылай айтып кетіп отырмын. Міне, барлық мәселе осыдан басталып тұр ғой. Сонда ісіңіздің өзі күдікті болып тұр ғой. Қай елдің адамысыз? Азаматтығыңыз қай жақтікі? Бәрі түсініксіз. Алдындағы басшы, сіздің алдыңыздағы өз үлгісін көрсетіп, елдің бәрін қутабан қылып, бәсекелес қылып, әйелден әйел алғыш қылып үйретіп кетіп еді. Сіз енді жалғыз жүруді үйрететін сияқтысыз. Отбасыдан бөлек әйелсіз де өмір сүру керек деген мәселеде бұл елімізді өсірмейтін,
жаман белгі деп халқыңыз ойлап қалмай ма деген ырымшыл еліңіз. Ойлап қалмай ма деп бірде-бір қапергіңіз келмедіңіз. Яғни ұлттық мәдениетті ұлы дала қалыптастырып берген көшпелі өркениетіндегі ең мықты құндылықты сіз, ұстанымды сіз түсінбейтініңіз көрініп тұр. Сонымен ешқандай қорытынды жоқ. Соған байланысты бірінші талабым, сіздер өздеріңіз жазалаңыздар. Өз орындарыңызда қырғыздың ақылды президент өзі кетті ғой, халқыма бір оқ атпаймын деп, өз орнын өзі босатты. Жиенбеков кім еді? Міне, тура сондай әрекет жасай алмадыңыз, сіз халыққа оқ аттырдыңыз. Бұл үлкен күнә. Біз діни қоғам емеспіз, біз діни адам емеспіз, бірағында зайырлы мемлекетте зайырлы адам болғаннан кейін, бұның әр жан иесіне жанымызға шын адам болғандықтан бұл біз сізге ашық айтып отырмыз. Бұл істегеніңіздің бәрі үлкен қылмыс. Сондықтан өзіңіз босанып кетуіңіз. Ол босатар алдында жаңа 20 мың лаңкес кірді деген адамдар қандай мағлұмат берді, кімдер, соны айтып, соны жазалауыңыз керексіз. Сол күшті құрылымдардағы елді азаптап атқан жаңалықшылардың бәрін жазалау керексіз. Сондай өтірік ақпарат беріп, мүләйімсіп, сізді ешқандай жақсы көрдім деп бүрісіп отырған Нұр Отанды, парламенттердің бәрін жазалау керексіз. Өңшен қолтабандар. Сіз жазықсыз кінә артып, кінә көтеріп, құрбан болып жатқан жандардың, отбасылардың кешірім сұрап, оларға айыппұлын төлеуіңіз керексіз. Яғни ол террорист бола ма, ол бұзақы бола ма, ол лаңкес бола ма, бұл бейбіт халық бола ма, бәрін босатуыңыз керексіз. Тіпті түрмеде отырғандардың өзін 91 жылдан бергі сотталғандардың өзін босатуыңыз керексіз. Олар өйткені жазалы емес, оған кінәлі де емес. Оған кінәлі сондай тағдырын солай сындырған әділетсіз қоғам, соны жасаған сіздер биліктегі құтабандар кінәлі. Соны заң орындаушы, заң сақтаушы, мемлекетті қауіпсіз сақтаушы деп отырған адамдардың бәрі кінәлі. Мемлекеттік қызметтегі жауапты лауазымды қызметте отырғандардың бәрі кінәлі. Саясаткер болсаңыздар, мұндай қырғын әрекеттер жасамас едіңіздер. Құтабандық әрекетпен қылмыс жасадыңыздар. Сонымен қоса қылмысты адасып, діни қайда сенерін білмей, адамға сенбей, сияқты құтабандарға сенбей, амал жоқ, өмірден жақсылық көрінбей, бір қияли діндерге сеніп, сақал қойып, намаз оқып кеткен жазықсыз жандарды алданып, қамап атсыздар, экстремист деп. Кітап қойып атсыздар, схема салып атсыздар. Жоспарланған былай жаулап алу мүмкіндіктері былай деген сияқты қылдырып. Қару жарақ беріп қойып атсыздар, жазалап жатсыздар, аямай жатсыздар, өлтіріп атсыздар, мүгедек етіп атсыздар. Мықты ұстаныммен аяғына дейін мойындамаған адамдарды өлтіріп қойып атсыздар, сөйтіп террорист екен деп жылы жауып қойып жатсыздар. Өткен жолы маман жоқ, эксгумациядан алып қараймыз деген өтірік сылтауларыңызбен көрден қазып алып жатсыздар, қабірден. Біз айтып отырмыз, маман жоқ дегеніміз бәрі тәуелді, жемқор, ақша құмар бәлелер. Қандай шындық болсын, оларды маман деп айтуға болмас, сенуге болмас, әрине сенбейміз. Қарапайым нәрсені, көрініп тұрған нәрсені
жауап бере алмаған бұл заңды орындаған адамдар өте қауіпті. Нағыз қылмыскерлер солар болып жатыр. Сол себептен сіздерден солай талап етеміз. Тіпті сіздер ұялмай шет елден ата жұрттарынан айырылып келген шерменде еңірегендерді оралман деп бағалап, солардан көріп, оларды тағзарлатып жатсыздар. Елім жұртым деп келген, қазағым деп келген жандарды. Сондықтан оларды оралман дейсіздер тағы. Ешқандай оралман емес. Олар шерменделер елінен барлық. Оларға түсініп қарау керек. Әсіресе Монғолиядан келген, Қытайдан келген, Ташкенттен келген, Өзбекстаннан келген қазақтар қаяқтың оралманы. Өз жерінен келіп отыр ғой, тарихты жақсы білесіздер. Сол себептен енді мынау істеп атқан былық, алдамшы сөздердің бәрі бүгін елді есінен тандырды. Сіздердің арқаларыңызда қазақтар не қазақ бола алмай қалды, не орыс бола алмай қалды, не араб бола алмады, не қазақстандық бола алмады, не Қытай бола алмады. Қандай күйге шығып жатқанын көріп, сіздер соны пайдаланып, өз құтабандықтарыңызды, өздеріңіз ақылмандықтарыңызды көрсеткендей болып, өз мүдделеріңізбен жұмыс істеп жатсыздар. Тақты жақсы көресіздер, билікті жақсы көресіздер, мансапты жақсы көресіздер, дүниені, ақшаны жақсы көресіздер. Барлық сіздердің есептеріңіз солай болып кетті. Елдің бәрін алыпсатарлыққа үйретіп, ешқандай өнер күйсіз, тілсіз қалдырдыңыздар. Бір-бірін түсінбейтін жағдай, отбасылар, бауырлар сол бір жетіспеушілік үшін бір-бірімен қырылысып жатқанын көріп отырсыздар. Амал жоқ, әртүрлі дінге кіріп, бір-бірімен айтысып, болмайтын әңгімені мен өмірлерін өткізіп, бір-біріне жау етіп қойдыңыздар. Осының бәрін біріктіретін бірақ жол, арылдық жолы. Сол жолға сіздер түсе алмадыңыздар. Сол себептен де кеткендеріңіз жөн. Сізбен бірге парламенттің де кеткен жөн. Ұры парламент, өтірік парламенттің мүшелері, депутаттардың бізге ешқандай қажеті жоқ. Біздердікі емес ол. Құтабандікі, құтабандардікі. Ассамблея керегі жоқ ешқандай. Не қазақстандық болмай, не қазақ болмай, қандай жайды күйттейтінін білмей, өз қалталарын ойлап, құтабандық жасап отырған өз беттермен ұяттар болса кету керек. Барлықтарыңыз тарауларыңыз керек. Бүгінгі билік өкілдерінің қандай құзырда болмасын бәрі тарау керек. Тіпті әкімнен бастап төменгі құзырдағы адамдарға дейін деп ойлаймыз. Сөйтіп, бұл мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төндірмейді. Сол бұл реформаның белгісі деп ойлаймыз. Сіздерді біз қаламаймыз, жақтырмаймыз. Содан кейін біз өткен жолы саяси деңгейдегі ықпалдарды айттық, әсерлерді айттық. Сол сіздер геополитикаға сілтеме жасап, өздеріңізді ақтауды қойыңыздар. Бәрі өзімізден басталсын. Ол жақта да ақылылар мен құтабандардың күресі жалғасатынын білеміз. Біз төменнен өзілігімізді жөндей бастасақ, соған мүмкіндік берсеңіздер, соның өзі бізге дұрыс болар еді. Міне біз бүгін осындай қорытындыға келіп, осындай ойлар мазалап жатыр. Басымыз жарылардай, жүрегіміз талып тоқтап қалардай күй кешудеміз. Ұйқы жоқ, азапты сәттерге толып кеттік. Болашақ қалай болатыны белгісіз. Міне
Құрметті әлеумет, біздің бүгінгі ролігімізде айтқымыз келгені осы жай. Ал сіздермен амандасып жолығып жатқаным мәні бар деп ойлаңыздар. Ол мән негізгі қазақша, қазақ болғаннан кейін армысыздар деп амандасуымыз керек. Бармыз деп жауап беруіміз керек. Әйтпесе армыз деп. Бұл өзіміздің арлы адамдардың, арлы ата-бабаларымыздың сәлемдесу жолы, жоралғысы. Біз содан айырылып қалдық. Міне осындай қауіппенділік жағдайға түстік. Біз емес, сіздер, билік өкілдері, сіздер. Сол билік өкілдерін қолдап отырған аңқау халық дейміз ба, бойкүйез, жалқау халық дейміз ба, қазақстандықтар. Басы бірікпейтін, рухани тірлікке жоқ, әрқайсысы әртүрлі мәселемен сауда-саттық, алым-саттық жасап жүрген, бір-бірін алдап, сулап, күнге жуын қу-табанға айналған жандар. Біз сіздерге әрине армысыздар деп амандаса алмаймыз. Біз айтып отырмыз, армысыздар деп амандасатын уақыт келетін шығар деп ойлап отырмыз. Көбейсек, түзелсек. Әзірге қазақстандықтармен олай сөйлесуге мүмкіндік жоқ, оны түсінбейді деп ойлаймыз. Ондай арлы адаммен армысың деп амандасу мүмкіндігі жоқ. Сол себептен де біз естен танған ел деп айтып отырмыз. Қазақстандардың бәрі естен танытпаған халық деп. Сол естен танғандықтан ауру ғой деп амандықтарыңызды сұрап отырмыз. Жазылуларыңызды тілеп отырмыз. Ес жинауларыңызды тілеп отырмыз. Соғысы ауру кеселімізден жазылайық. Армысың деп жарқырап, күндей жайнап, айналамыздың бәрін көре алатындай, көрсете алатындай жайға жетейік. Жарық берейік, сәулет сүрейік, шапағатымыз шашайық. Жолда неше түрлі нәрселер бар, нәжістер бар, алтындар бар, күмістер бар, сұлу табиғат әлемі бар. Соларды көре алатын болайық. Нәжісті басып кетпейік. Айналаға оның қолаңсасын шығармайық. 21 ғасыр пендеміз деп күн көріп бейшара болмайық, жауапсыз болмайық. Өздерін алдап, бәрін жоғарыда бір өден көріп жүрмейік. Бәріне өзіміз кінәлі болмайық. Сол бүгінгі жайымыз. Біз бұл әңгімені қазақ елінің бүліну жағдайын әлі жалғастырамыз. Оларға кім кінәлі екенін, қандай жағдайлардың басты осындай себепке алып келгендерін, осындай сөзді біз естіртіп отырғанын айтайық. Яғни бүгінгі әңгімеміз негізгі мәні себепкерлерді табу, салдарына емес. Салдарын, себептер түзелсе, салдардың бәрі өзінің өзі орнына келеді. Сол ағайын, келесі кездесуге дейін аман сау болыңыздар.